Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін ерекше панкейктер жасаймыз. Өзіңіздер жасап көріңіз, өте дәмді шығады. Ыдысқа 200 грамм манная крупа саламыз, 4 ас қасық ұн саламыз, және қалауыңызға қарай қант саласыз. Ванилин саламыз. Ванилин болмаса салмай қойсаңыз да болады. Сосын 200 грамм ыстық қайнаған суды құямыз. Сосын әбден араластырып, және оның үстіне 3 ас қасық су майымызды құямыз. Табаға май құйып, осылай екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Міне осылай өте дәмді болып шығады, қыздар. Енді біз баламен үйде отырғаннан кейін тез әрі өте оңай, дәмді болып шығатын шайға бір нәрсе жасағымыз келеді. Міне осылай болып шықты. Егер реттеп ұнаса, лайк басып, каналыма жазылып кеттіңіз. Назарларыңызға рахмет. Өз ойларыңызбен комментарийге бөлісіп кетіңіздер.